Қайтып жүгіріп бардым да ашуым басында машинаға отырдым да кетіп қалдым дейді. Сол тақия жақсы нәрсе. Ханафиттен Шафиге ауысқан күнә ма ұстаз? Жоқ, болады. Төртеуі де ахлі сүнна. Бірақ біздің елімізде Ханафи мазхабы жүргендіктен сен Шафидің кітаптарымен жүре алмайсың. Мысалы, мына кісі имам Зухайли, үлкен ғалым кісі, осы Зухалидің 18 томдық кітабы мынау. Сол осы кітаптың мысалы айтайық 3 мазхабтың үшеуін жазды. Бірақ бұл кісі өзі Шафи мазхабының өкілі. Бірақ әр фиқтың үкімін айтқанда бөліп шығарады. Ханафиде былай, Шафиде былай, мынада былай, Маликиде былай деп бөліп шығарады, содан түсініктеме береді. Әрқайсысына. Енді қара. Сен Қазақстанда барлығы Ханафи мазхабы. Қолын кіндіктің астына қояды. Енді қазір қарнымыз шығып кетті, кіндіктің астына жетпейді қол. Әйтеуір жеткен тартып жатыр. Қол әйтеуір жеткен тартып жатыр. Бөлінген жақсы емес. Зависать етіп қалды. Намаз оқығың келеді, тек таң намазын оқысам бола ма? Бастай бер. Адасқандар деген кім? Құранда адасқандар деп Фатиха сүресіндегі христиан мен насараларды айтады. Таң намаз оқығың келеді, таң намаз оқысам бола ма? Айттық, жаным, бастай бер. Максимальный садақа сұрайтындарға басымды қатырма дейсің. Күйеуім қонақ шақырған жерге жібермей қойды, не істеу керек? Күйеуіңдікі дұрыс, сенікі дұрыс деп қолын сүйіп қызметін жасап, жаным, күнім деп қасында отыра беру керек. Сен қонақпай қалмайсың, қонақта көпсі 1 сағат 2 сағат күйеуіңмен бірге боласың. Соқтан Лос-Анджелеске келгеніңізді есіңізде ме дейді? Әлбетте әсет. Лос-Анджелес, одан кейін Лос-Анджелестен кейін біз өткенде Сан-Францискода болдық, біраз уақыт. Лос-Анджелестен кейін Сан-Диегоға бардық біз. Өте жақсы қалалар, біздің ағайындар жүр. Міне қазақтарымыз қаншама мұхиттың ар жағында жүр. Аман болыңыздар, кәсіпті болыңыздар, нәсіпті болыңыздар, үйреніңіздер. Сол жерде Қытайлар барса Чайнатауын жасайды. Неге біз қазақ тауын жасамаймыз? Жасайық. Қазақтың балалары өссін, өнсін, үлкен азамат болсын. Күйеуі әйелін ұрса полиция шақыру керек. Арам болады, әйелді ұруға болмайды, күнә. Әйел виноват болса да ұруға болмайды. Күйеуім өзімнен 24 жас үлкен дейді. Нормально ма дейді. Жақсы еді, өзге нормальный болса, бізге нормальный. Бізге вообще күшті негізі. Саған нормальный болса болды. Бізге какая разница? Әйел ұрса ше дейді. Әйел ұрса еркек қашу керек. Ұстатқызбай қашу керек. Желательно балконнан секіріп қашу керек әйел ұрса. Келіп кетіңізші дейсің бе? Лос-Анджелестегі ана тұрған көшеміз қой, баратын ем. Енді бір күзге қарай бір ниетіміз бар, берса. Тағы да бірнеше штаттарға барамыз деген талпынысымыз бар, Құдай берса. Барып қаларымыз. Құрбан айтта қойды емес дейді. Қойды таңда емес, кеште сойса қабыл бола ма дейді? Әлбетте. 3 күннің ішінде соя бересің. 3 күннің ішінде күндізде болады, түнде болады. А че там, түнде выходной ана жақта қабылдамайды дей ме не? Өткенде өлі түнде Құран оқуға бола ма не дейді? А че түнде ол жақта выходной болмайды, қабылдай береді. Түн бола ма, күн бола ма? Түнде зираттың қасына өткенде бет сипамаймыз дейді. Неге десе ұйықтап жатыр олар дейді. Ол жақта выходной жоқ, ол жақта. Выходной, день Конституции, республика күні, Новый год, день рождения деген бұл жақта. Ол жақта жоқ, ол жақта. Бәрі бір күн. Дұға қылай бер марқұмдарға.
Қазақстанда Закир Наик запрет па дейді. Жоқ, Закир Наик біріншіден Қазақстанға келе қоймайды, өйткені мен өткенде Америкада болғанда кездестік. Негізі бұйырса біз көктемде бір үлкен шарада бірге боламыз. Закир Наик бар, бірнеше Юсуф Омар бар, Хамза Омар, бірнеше азаматтармен, ғалымдармен бірге боламыз деген бір үлкен шараға қатысамыз. Бұйырса қазір планы құрылып жатыр. Ол кісінің қолынан, Закир Наиктің қолынан көп адам дін қабылдаған. Христиандар исламға келіп жатыр, көп пайда жасап жатыр үмметке. Жақсы адам. Бірақ біздің салтымыздың, біздің қазақи менталитетімізге, Ханафи мазхабының кейбір мәселелеріне ол кісінің үкімі жүре алмайтын шығар. Өйткені біздің еліміздің өзіміздің менталитетімізге сай фиқхул вақиға дейді, әр жердің жергілікті фиқхы бар. Соған байланысты біздің өзіміздегі еліміздегі ұстаздар сенің полный қажетіңді 100 емес 150% том кітаппен жауап бере алады. Кітаптарды көміп тастайды, кітаптың ішіне сен. Дәлел керек болса, дәлелдің ішіне көміп тастайды. Сондай ашық киініп жүрген қыздарға не дейсіз? Ки дейміз, үстіңе ки қызым дейміз, ұят болады дейміз. Оларға айғайлап боқтамаймыз, ашық қызған қыздарды қарғамаймыз, оларға жаман сөз айтпаймыз, оларға жақсы сөз айтамыз. Олар біздің қарындасымыз, басқа қызымыз жоқ біздің. Құдай ұзақ өмір берсін соларға, иман берсін. Аллах Тағала жүректеріне мейірім берсін. Өздерінше тақуа болып, ашық қыздарға тиісіп, тәңіршімін деп жүргендерді боқтап жүрген балалар қойыңдар ол нәрсені. Жаңағы шектен шығу, Аллах Тағала инналлаха юхиббул муътадин, шектен шыққандарды жақсы көрмейді. Дінде зорлық жоқ. Сен жақсы болсаң, мен жақсы болсам, олар сондай болмас еді. Сен екеуміз кінәліміз соған. Біз давай екеуміз түзелейік. Давай біз екеумізден бір үшеу болайық, үшеуден төртеу болайық. Сөйтіп қарындастарымыз ақымақ емес қой? Бәрі ақылды, жүректеріне иман берсін. Өте ақылды қыздар келеді, уақыт керек, сабыр керек. Оның көргенін сен көрген жоқсың. Намазды оқып жүріп дейді. Жүредім, бірақ ішім желдедім. Іштен өтпейді. Желіңіз шығарып жүріп, оқи бересіз, дәрет ала бересіз, қайта болды. Жел шыға беретін адам не істейді? Намаз оқымай ма не? Оқиды. Тамшылап зәрі ұстамайтын адам намаз оқи ма? Оқиды. Тамшылап тұрып оқи береді, іштен кетпейді. Желін шығарып жүріп оқи береді, пробка ұстамайды, іштен кетпейді. Дәрет ала береді, қайта. 5 рет дәрет аласың, 5 уақытқа болды. Іштен кетпейді. Намазы өткенде бір өтін жинап қойдым деп. Неге десем, жел шыға береді. Шыға берсін жел. Жел шыға берсін, іштен кетпейді. Адам ауру, докторға қарал, емдел. Ол бірақ намаз қалмайды. Зәр ұстамаса, онда да қалмайды. Зәр там тұра береді, оқи береді, дәрет алады да оқи береді. Бұл ауру адам үзір дейді, бұндай адамды үзірлі бар адам оқи береді. Бірақ мешітке барамайды, мешіттің ішіне кіріп, елдің бәрі жығылғанда тарсылдатып, жел шығып жатса, елдің бәрі күліп, құлап өліп қалар бәрі. Бата беріңізші дейді. Батаны атанаң береді, мен әумин деймін. Мен олардың әуминіне қосылам, қарындасым. Мен кешірім сұрайым, Нұрекеңе барып кешірім сұрайым. Жоқ дедік, біз штрафтан қарттар үйіне ме детдомға береміз, бірақ соның видеосын салып қоямыз бүйтіп, сүмірейтіп. Екінші мен оны сабақ болсын да басқаларға қоймай жатыр. Мен жаман болсам, мына жердегі отырған 3000 адам жынды емес. Бәрі ақылды, білімді, көкірегі ашық, үлкені бар, кішісі бар. Барлықтарыңызға Алла разы болсын. Осылардың ниет. Мен көбінесе Инстаграмда шығам, Нұрлан Имам KZ деп терсеңіздер, осы жерге байлап қойғам, Нұрлан Имам KZ деп Инстаграмға қосылыңыздар, сол жерден сұхбат құрамыз көбінесе. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аман болыңыздар.